Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сіз бенен бізге әке шешеңнен де, бала шағаңнан да, өзіңнен де артық пайғамбарды жақсы көрмей, иманың кемел болмайды деді. Енді қаншалықты осыған біз амал қылып жүрміз? Осылай айтып отырсам, Қызылордада бір көкеміз айтады, балам дейді, дұрыс қой дейді, пайғамбарды бәріміз жақсы көреміз. Енді әке шешеңнен артық жақсы көру деген нәрсені менің ақылым қабылдамай жатыр дейді. Қалай ол әке шешеңнен артық жақсы көресің? Өздерің әке шешеңнің разылығын ал деп насихат айтасыңдар. Бірақ сөйте тұра әке шешеңнен қалай артық жақсы көресің дейді. Сосын мен ол көкемізге түсіндіруге тырыстым. Дұрыс. Міне бауырлар, бәріміз көзіміз шүңірейіп отырмыз ғой. Ұзағы менен мына жерден 60-70 жылдан кейін ешкім отырмайды. Жаңа поколение келеді. Бәрімізге Азраил періште қылышын сүйретіп келе жатыр. Бәріміз Алланың құзырына кетеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, адам баласы ертең қиямет күні тірілген кезде аяғы орнынан қозғалмай тұрып үш нәрседен сұралынады дейді. Біреуі несінен сұралынады? Жастық шағынан. Жастық шағын сен қайда жұмсадың? Тақуалыққа жұмсадың ба, харам іске жұмсадың ба? Екінші, жасаған кәсібіңнен. Адал кәсіп жасадың ба, харам кәсіп жасадың ба? Адал кәсіптің сұрағы болады, харам кәсіптің азабы болады. Егер де адал кәсіп жасасаң, жақсы, оны тапқан нәпақаңды қайда жұмсадың? Алла жолына ма, әлде басқа харам нәрсеге ме? Осы жерде аяғы қозғалмай тұрып дегенді былай деп түсіндіреді. Ертең махшарда дейді, қиямет күні адам сондай лық толы көп болады дейді. Бір адамның аяғының үстінен 100 мыңдаған адамның аяғы тіріліп шығады дейді. Өткен жер беті өлікке толып кеткен. Анау Адам алейхиссаламнан бастап қиямет күні дейін қаншама миллиард сан жетпес адам дүниеден өткен. Сонда махшарда адамның лық толып тұрғандығынан аяқ орнынан қозғалмайды дейді. Мына мешіт лық толып тұратын болса, қозғала алмаймыз. Мешіттің жартысы шығып кететін болса, кез келген жерімізге барып отырамыз. Дәл сол секілді махшарға ертең жиналған кезде адамның аяғы қозғалмай тұрып осы үш сұрақтан сұралынады. Сосын есепсіз тозаққа кіретіндер болады, есепсіз жәннатқа кіретіндер болады. Махшар босай бастайды. Сол кезде таразыға, жаңағы Сирот көпіріне адамдар бара бастайды есеп-қисапқа, амал дәптерін берілетін жерге.